тандырады. Атам, яғни әкемнің ағасы, кезінде Құрқылтайдың ұясымен талай адамды аурудан дәрісіз-ақ емдеп жазғанын білемін. Тіпті қазір дәрігерлер операция жасатпаса да болмайды дейтін кеселдердің өзі осындай бір-екі емнен кейін жазылып кететінін көріп өстім. Құрқылтай қасиетті құс, ол ұясын аң-құс көп болатын қалың, ну орманда емес, қаупі аздау тоғайдағы биіктеу ағаштың ұшар басындағы бұтағына сілекейімен араластырып тоқып іледі. Бірақ берік бекітетіні сондай, желмен тербелсе де жерге түспейді. Оған адам түгілі жорғалаған жылан да жете алмайды. Өйткені жылан қанша жармасса да бұтақтың иілгіштігінен жерге сырғып түсіп қалады. Атам бұл құсқа зиян тигізуге болмайды, киесі ұрады деп жиі айтып отыратын. Ал ұяны